командующий гвардией генерал Токпакбаев доставит государственные символы, президентский штандарт в новую столицу Акмолу. Мұндай атауы бар қала картада жоқ, және болған емес. Есіл жағалауында орналасқан кішкентай қалашық, тұңғыш президенттің саяси қалауы болмағанда, тарихта Целиноград па, Ақмола ма осындай екіұдай атаумен қалуы мүмкін еді. 1997 жылы қала елорда мәртебесіне ие болды. Бәрі осыдан басталды. Бұдан бұлай және ғасырдан ғасырға осында ұлан байтақ елдің кіндігінде халық тағдыры үшін өміршең маңызы бар шешімдер қабылданатын болады. Бұл жерде енді отанымыздың жүрегі соғуда. Осы жерден Қазақстан 3-ші мыңжылдықтың табалдырығында өзінің тарихи тағдырын айқындайтын болады. Астананың жаңа тарихы құрылыс қарқынына таңғалған тұрғындардың, оның ішінде еліміздің түпкір-түпкірінен келген адамдардың көз алдында көркейді. Нұрсұлтан Әбішұлының Астана жобасы қазір осы 21-ші ғасырда теңдесі жоқ. Дүние жүзінде, бүкіл ол менің сөзім емес, дүние жүзілік дәрежедегі лауазымды қызметкерлер болсын, не болмаса сондай аузы дуалы үлкен сарапшылар болсын, солардың айтқан бағалары. Дүние жүзінде бұл үлкен оқиға, үлкен маңызды құбылыс болды. Ал біздің ұлтымыз үшін, мемлекетіміздің тәуелсіздігі үшін бұл оқиғаның орны ерекше. Біз жаңару процесін көзімізбен көріп, соған қатынасу мүмкіндігіне ие болдық. Біздің Астана қаласы жастарымызды жаңа серпінге бастады. Бүкіл экономикамыздың дағдарыс кезінде 90 жылдардың басынан соңына дейін дағдарысты басымыздан өткіздік қой. Сол дағдарыстан, тығырықтан шығаруға басты локомотив рөлін атқарған сондай қызметі болды осы Астанамыздың. Астанамыздың құрылысы арқылы бүкіл облыстарда, бүкіл қалаларда осындай үрдіс басталды. Бұл экономикалық жағынан, саяси қоғамдық жағынан үлкен құбылыс болды, үлкен мазмұнды, мәнді оқиға болды. Халықтың санасына, әсіресе жастарымыздың санасына жаңа келбет келтірді. Алғашқы қала құрылған кезде азғантай ғана орындықтар қойып, көшеге жаңағы жарықтандыратын нелерді қойған кезде халық соны сындырып бұзып кетіп жүрді. Сонда жинап алып айтатын, біз керемет ғимарат соғып, көшені әдемілемегенмен адамдардың жаңағы мәдениеті көтерілмесе бұл Астана болмайды деп. Содан кейін мен жергілікті сол әкімшілікте істегеннен кейін әкімшіліктің қызметкерлері халықпен тікелей үймен үй, ауламен аула, көшемен көше жұмыс істеді. Қазір Құдайға шүкір тәуба, Астанада қанша саябақ, қаншама керемет жұрт демалатын орындықта тұр. Ешқайсысы сынбайды, бәрі жайында, тіпті гүлдер қандай әсем төсеп қойған кілем сияқты. Елбасының Астана қаласына әкелудегі және оны күнде жаңағы сұлу қыздай сұлуландырып отырған бұл елбасының көрегенділігі, елбасының керемет сәулетшілігі деп атыр. Өзі 93 жылда елбасы алғашқы рет өзі айтып, сол кезде өкіметтің басшыларымен сөйлесіп жүргеннің өзінде жалпы идеясын қолдағанымызбен, мен мысалы өз басым сол кездегі біздің экономикалық жағдайымыз өте дағдарысты болды ғой. Жұртқа жалақы төлей алмаймыз, пенсия жоқ, зейнетақы жоқ. Сөйтіп жатқан кезде мысалы анандай керемет Германия сияқты мықты мемлекет Боннан өзінің астанасын Берлинге көшірудің 10 жылдық жоспарын жасады. Ол өте қуатты мемлекет. Солар сөйтіп отырғанда біз қайтып көшеміз деп оны қобалжығанымыз рас, ол шындық. Бірақ елбасының өзінің сенімі мықты болды, және соған дайындығы да өзінің бүкіл экономикалық, оның руханияттық, барлық жан-жақты қамтыған өзінің жобасы мықты болды. Соған біз сендік, елбасына сендік, елбасын шамамыз келгенше сөзбен, жанымызбен, тәнімізбен түсінуге тырыстық. Бұрынғы талай басшыларды өз құлағыммен естіген адамның біреуімін. Бұл жерде ағаш өспейді, қалада ағаш өспейді. Орталық комитетте бұл не болсын, жел ғой, бұл жерде топырақ сор деп сөйтіп жатқанда, міне қаланы қалай жайқалтып отырған бүкіл халық қазір көріп отыр. Осының бәрі қазіргі елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының мына
халықты бастауда, халықты тығырықтан шығаруда жасап отырған орасан еңбегі халықтың үлкен бақыты. Астана қаласының мерекесі мен қазір біздің осы Астананың жобасын жүзеге асырған Астананың төл сәулетшісі елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың туған күнімен екеуі бірге болып, тұспа-тұс болып отыр. Осының да өзінің үлкен символикалық бір байланысы бар, үлкен халық үшін де, біздің қоғам үшін үлкен бір мазмұны бар оқиға деп есептеймін. Мәңгілігінің ұраны самғап, биік аспанды қара шарлап, арыста елдің кернелін бастап, көштің басында тұрады саңлақ, азат күн